Достар, баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта біз сіздермен үлкен размерлерді табу немесе фильтрмен затты іздеуді үйренеміз. Бұл да өте маңызды. Бір товарды іздеген кезде сіздер фильтрмен іздей аласыздар тез табу үшін. Маған бүгін оқушымнан сондай запрос түсті: пижамалардың үлкен размерлерін қалай табамыз деп. Қазір мен соны көрсетейін. Өте пайдалы ақпарат болады. Так, мен алдын ала переводчикта женские пижамы деп жазып алдым. На иероглифті качать етем. Поиске женские пижамыдың иероглифін ставить етіп іздеймін. Міне осындай пижамалар шығады. Алдында сабақта брендті қалай іздеу керек екенін көрсеткен болатынмын. Ол төбедегі 4-ші иероглифті бассаңыздар, пижамалардың китайский брендтері жақсы качестводағылар шығады. Енді осының ішінен қалай үлкен размер таңдаймыз? Дәл сол қатарда бренд басқан 4-ші болып тұр ғой. 5-ші ол фильтр аударатын болсаңыздар. 3 қатар бар. Соған басамын и астыға қарай түсірем. Осы жерде қараңыздар, міне XS, S, M деп шықты ғой. Вот сол жерден сіздер уже 4XL, 5XL, 6XL деп таңдайсыздар, уже үлкен размер. Енді бренд пижамалардың ішінен 4XL, 5XL, 6XL бар размерлер бар пижамалар 3151 түрлері бар екен. Астында қызылдан көріп тұрғандай, соны басамыз. И қараңыздар, бізге бренд пижамалардың үлкен размерлері бар, осылай шығарды. Например, мына көкке басайық, 48 юань екен. Әртүрлі цветтері бар екен. Отзывтары 301, жақсы деген. Міне, ашып көрейік. Енді 48 дегенге басамыз астындағы. Сөйтіп кез келген цветін таңдайып. Мынау міне ең хит продаж екен. Если огонек тұрса, ол хит продаж деген сөз, ең көп алынатын түсі. Міне, пожалуйста, 6XL бар екен. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстанның размерін білу үшін мына сандарды 2-ге бөлеміз. 220-ны 2-ге бөлсек 110, 240-ты 2-ге бөлсек 120, то есть 110-120 размер аралығындағы размерді осы цветте міне таңдадық. Міне осылай қыздар үлкен размерлерді табасыздар. Фильтрмен іздейсіздер, сол кезде тез тауып аласыздар. Фильтрмен кез келген нәрсені іздеп тауып алуға болады. Экранды скрин жасап, ары қарай түсініп алу үшін переводчикқа салып, не жазылғанын өздеріңіз көрсеңіздер болады.